Анам қайтыс болды. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бельгиялықтар асырап алған Жәнібектің өмірі туралы тың дерек шыққан екен. Бұл туралы Массагет KZ тілшісі жазды. Танымал тележүргізуші Қымбат Досжан әлеуметтік желіде қаралы хабарды жеткізді. Журналистің сөзінше, Жәнібекті асырап алған әйел эвтаназия тәсілімен көз жұмған екен. Әйел небәрі 54 жаста болған. 20 жылдан бері Жәнібектің анасы болған. Өзі ауырса да мейірімін Жәнібекке бере білген Валерийдің мәңгілік өмірі енді басталды. Жәнібек, берік бол, деп жазды Қымбат Досжан. Бұл ақпаратты Жәнібектің өзі де растап, мән жайды түсіндірген екен. Мені асырап алған анам қайтыс болды. Көңіл күйім дұрысталған уақытта, соңғы бірнеше айда не болғанын баяндайтын кеңейтілген бейнеролик түсіремін. Ал әзірге мені асырап алған анам Валерийдің көкте мәңгі жанатын жұлдыздай мәңгі өмірі басталады деп үміттенемін. Сіздердің қолдауларыңызбен мен жақында туған анамды табамын деп үміттенемін, деп жазған екен ол. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өте қайғылы жағдай. Валерийдің иманы саламат болсын, жәннаттық болсын. Ал Жәнібек бауырымыз, ол бәрімізге бауыр болып қалғандай, анасын табуына шын жүректен тілектеспіз. Құдай қаласа ниетіне жетсін. Оның арманы анасын бір рет көру ғой. Сол сәт түсіп, Құдай қаласа анасымен жолықсын. Ал қазаның арты қайырлы болсын. Жәнібек бауырымызға қайғыра көңіл айтамын. Құрметті қазақ елі, ауырмаңыздар, барлығы жақсы болсын.